Баршаңызға сәлем. Бүгін қуықтың өте жиі кездесетін қабынуы цистит ауруы туралы айтатын боламыз. Цистит айтып кеткенде ол қуықтың қабынуы. Бұл аурумен балаларда, ер адамдарда, әсіресе әйел кісілер жиі ауырады. Бұл анатомиялық ерекшелікке байланысты, яғни әйел кісілердің зәр шығару каналының қысқа болуымен түсіндіріледі. Циститтің белгілері мыналарды қамтуы мүмкін. Тұнық емес зәр, қан аралас зәр, күшті немесе жағымсыз иісі бар зәр шығару кезінде ауырсыну немесе ашу сезімі, іштің төменгі бөлігінде шаптағы қысымның құрысулардың болуы, зәр шығарудың шұғыл қажеттілігі, тіпті қуық босатылғаннан кейін де әжетханаға баруға мұқтаж болу, аз мөлшерде жиі зәр шығару, жамбас аймағындағы қолайсыздық, ауырсыну әртүрлі болуы мүмкін, шаншып не күйдіріп ауырады. Кіші дәреттің соңына қарай күшейеді. Негізінен цистит қуыққа микроорганизмдердің енуіне байланысты пайда болады. 80-95% жағдайда бұл зәр шығару мүшелерінің жанында орналасқан тік ішекте тұратын ішек таяқшасы болып табылады. Көбінесе гигиеналық ережелерді елемеу мен дұрыс жууға байланысты бактериялар уретраға енеді. Циститті уақытылы емдемеген жағдайда қуық пен бүйрекке тұрақты зақым келуі мүмкін. Науқасқа диагнозды уролог маманы зертханалық зерттеулер арқылы, яғни жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, микроорганизмдерге зәрдің бактериологиялық культурасы, қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі және диагностикалық цистоскопия жасау арқылы қояды. Аурудың жіті кезінде дәрігер ұсынған емдік курсты толық қабылдаған жөн, болмаса ауру созылмалы түрге өтіп кетуі мүмкін. Циститті үй жағдайында емдеу міндетті түрде емдеуші дәрігердің бақылауында жүргізілуі тиіс. Циститті емдеудің бірнеше халықтық емі бар, бірақ оларды қолданбас бұрын дәрігерден кеңес алып, міндетті түрде дәрігер бақылауында болған дұрыс. Атап айтсақ, ит бүлдірген, яғни брусникамен емдеу, мыңжапырақ шөбінің тұнбасымен емдеу, ит мұрынды қолдануға болады. Сонымен қатар клюква, мүкжидек тұнбасымен де циститті емдеуге болады. Клюква, яғни мүкжидектің құрамында С витамині көп болғандықтан дәмі қышқылдау болады. Егер қышқыл болып іше алмайтын болсаңыздар, тұнбаның ішіне кішкене қант қосуға болады. Ақпарат кәдеңізге жараса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.